Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Алтын таба. Бір күні Селви қаласына лайдан ыдыс, әшекей бұйымдар, ойыншықтар сататын екі кісі келеді. Бірақ өкінішке орай олардың жасаған заттары бірдей еді. Олар заттарын бір жерде отырып сатып, ақша табуға қиналды. Сондықтан олар келісіп, заттарын дүкенде емес, қаланы айналып сатуға келісті. Махеш пен Сундар қаланы екіге бөліп, әркім өз бөлігінде сатуға жол алды. Махеш, келіп қалыңыздар, алып қалыңыздар, лайдан жасалған ыдыстар, ойыншықтар, әшекей бұйымдар сатамын. Махештің даусын сол ауылдағы бір кішкентай қыз естіп қалады да әжесіне жүгіріп келеді. Әже, маған білезік алып беріңізші. Қызым, бізде оны алуға қазір ақша жоқ қой, келесі жолы алып берейін. Әже, мен қатты білезік алғым келіп тұр, алып беріңізші. Ол білезік орнына ұсынатын ештеңе жоқ қой бізде. Әже, еш болмағанда мына тұрған табаларды ұсынып көрейікші. Мейлі қызым, айтып көрейік. Қыз аулаға жүгіріп шығып Махешті шақырды. Маған беріңізші білезік. Махеш қыздың үстіндегі киімге қарайды да тоқтағысы келмей өтіп барады. Білезік алуға ақшаң жетпейді. Сіз бағасын айтпадыңыз ғой, мүмкін жететін шығар, дейді қыз. Махеш мақұл деп үйге кіреді. Білезік 4 теңге тұрады. Әжесі, балам, бізде ондай ақша жоқ, бірақ орнына мына табаны берейін. Немерем қатты білезік алғысы келіп тұр, деп табаны көрсетеді. Махеш ескі шаң басып кеткен табаны алып, бұл неге жарайды деп ойлайды. Табаны қолымен сүртіп көреді. Қараса, таба алтын екен. Сол кезде Махештің ойына жаман ой келеді. Мен қазір табаны алтын екенін білдіртпеймін. Сосын біраз уақыттан соң келемін да, бұл керек емес зат қой, мен алып кетейін деп аламын. Сонда білезік те, алтын таба да өзіме қалады деп ойлайды. Бұл таба ештеңеге жарамайды, білезікті сатпаймын деп шығып кетеді. Кемпір мен немересінің көңіл күйі түсіп қалады. Біраз уақыттан соң сол маңайдан Сундар өтеді. Қыз Сундардың алдына жүгіріп шығады. Білезік алғысы келіп мөлтіреп тұрады. Бұны көріп Сундар, ей қыз, әшекей бұйым алғың келеді ме? Деп сұрайды. Иә, білезік алғым келеді, бірақ ақшамыз жоқ. Келіссеңіз, ақшаның орнына басқа зат ұсынуымыз мүмкін, дейді. Сундар кішкентай қызды қуантқысы келіп, мақұл деп үйге кіреді. Кемпір Махешке ұсынған сияқты Сундарға да сол табаны ұсынады. Сундар табаны алып сүртіп көреді. Қараса, таба алтын екен. Әже, бұл табаңыз алтын ғой, бұған мыңдап білезік алуға болады. Әй балам, білмедім, маған сол бір білезікті берсең де жетеді. Немерем қуанып қалсын, ал табаны сен ала ғой, дейді. Әже, онда мен сізге бұл табаның орнына мендегі барлық сатылатын заттарды берейін деп, өзінің заттарын және 8 теңгесін тастап кетеді. Біраз уақыттан соң Махеш келеді. Әже, мейлі, сол алтын таба, жоғай, сол табаңызды алайын. Оның орнына білезікті бере алмаймын. Бірақ ойлап көру мүмкін. Мына қыздың қапа болғанын қаламаймын, дейді. Біз ол табаны беріп жібердік. Кімге? Деп таң қалады. Сіз сияқты сатушыға, ол бізге тек білезік емес, өзінің барлық заттарын және де 8 теңгесін тастап кетті, дейді. Ой, жоқ, не үшін, деп Махеш ызаланады. Махеш сыртқа шығып Сундардың артынан жүгіреді. Менің ақшаларым, тоқта. Қайықтар тұратын жерге келгенде Сундар өзеннің арғы жағына өтіп болған еді. Махеш өкініп бармағын тістеп қалады. Ал Сундар ақ көңілдігі үшін өзінің сыйын алады.